мұғалімдер, бүгін сіздерге мен жалпы оқушыларды қалай топқа бөлеміз, қалай дұрыс жасасақ болады, соны көрсететін боламын. Ең алдымен сіздерге колесо фортуны деп жазу керек болады Google-ға. Және де ең бірінші шыққан бассаңыздар, ары қарай мына колесо фортуна сайты ашылды, және де рулетка бөлімінде бізде адам аттарын жазуымыз керек. Мысалы, мен мына жерге адам аттарын жазып шығайын. Ары қарай бізге жазу керек болады. Сіздерге түсінікті болу үшін осындай 5 оқушыны таңдап алайын. Енді мына жерге жазамыз. Ахмет және Каусар. Осылай жазып шығасыздар, ары қарай старт кнопкасын басамыз. Және де колесо фортуны бізге бір оқушыны таңдап көрсететін болады. Яғни бұл бізде реттілікті анықтауға көмектеседі, яғни ең бірінші кім болып шығады деген сияқты, ең соңғы кім болады, соны анықтауға көмектеседі. Және де сіздер таңдап алған оқушыны бірден өшіріп отыру керексіздер. Ары қарай айналдыруды жалғастырамыз. Екінші Каусар болып шығатын болды. Сәйкесінше біз Каусарды өшіріп отырамыз. Сонда адам азайып отырады. Видео пайдалы болса сақтап алыңыздар, лайк басыңыздар және де осы арнаға тіркеліп алыңыздар.